Ви туралы 10 дерек. Ким Тэ Хён 1995 жылы 30 желтоқсанда туған, кәсіби түрде Ви деген атпен белгілі оңтүстік кореялық әнші, ән жазушы және BTS бойз бендінің мүшесі. 2013 жылы топпен дебют жасағаннан бері Ви олардың атымен 3 жеке ән орындады. 2016 жылы Stigma, 2018 жылы Singularity және 2020 жылы Inner Child. Бұлардың барлығы оңтүстік Кореяның Gaon Digital Chart'та хит парадқа кірді. BTS-тегі музыкалық жобаларынан басқа Ви 2016 жылы Hwarang The Poet Warrior Yos телехикаясында актерлік дебютін жасады және оның саундтрегіне It's Definitely You синглын қосты. Ол 2019 жылы өзінің алғашқы тәуелсіз әнін өзі жазған сценарийді шығарды. 2023 жылы Ви Love Me Again және Rainy Day синглдарын шығару арқылы жеке орындаушы ретінде ресми дебют жасады. Оның дебюттік жеке альбомы Layover 8 қыркүйекте Slow Dancing атты 3-ші синглмен бірге шықты. Ви Ким Тэ Хён 1995 жылы 30 желтоқсанда Тэгу қаласының Сео ауданында дүниеге келген және Гёчанг округінде өскен. Ол 3 баланың үлкені інісі мен әпкесі бар. Ол Квансан Ким руынан. Ви ең алғаш кәсіпқой әнші болуды бастауыш мектепте армандаған. Әкесінің қолдауымен ол музыкалық мансапты жалғастыру құралы ретінде ерте орта мектепте саксофон сабақтарын ала бастады. Ви Дэгудегі тыңдаудан өткеннен кейін Big Hit Entertainment үшін стажер болды. 2014 жылы Корей өнері орта мектебін бітіргеннен кейін Ви жаһандық Кибер университетіне оқуға түсіп, 2020 жылдың тамыз айында хабар тарату және ойын-сауық мамандығы бойынша бітірді. 2021 жылдан бастап ол Ханьян Кибер университетіне оқуға түсіп, жарнама және медиа саласындағы іскерлік әкімшілік магистрі дәрежесін алуда. 2018 жылдан бері Ви топтастарымен оңтүстік Кореяның Сеул қаласындағы Ханнамдонг қаласында тұрады. 2019 жылдың шілдесінде ол 5,1 миллиард, 2019 жылға қарағанда 4,38 миллион ақш долларына сәйкес тұратын пәтер сатып алды. Бойы 179 сантиметр. Назарларыңызға рахмет.